Қымбатты білім алушылар, менің каналыма қош келдіңіздер. 4-7 тақырып ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Ондық бөлшекті натурал санға бөлу, натурал сандарды бөлудегідей орындалады. Өзгешелігі бөлінді мәнінің жазылуындағы үтірдің орнын анықтай білу. Мысалы, 41,560 бөлу 8. Бүтін бөлігі 41-ді 8-ге бөліп, бөліндіге үтір қоямыз. 5-тен кейін үтір қоямыз. Қалдықты ондық үлестерге ұсақтап, 15 ондық үлесті 8-ге бөлеміз. Одан қалған қалдықты жүздік үлестерге ұсақтап, 76 жүздікті 8-ге бөлеміз. Қалдық 4-ге 0-ді тіркеп, 40 мыңдық үлесті 8-ге бөлеміз. Нәтижесінде 5,195 шығады. Енді 2,134 санын 5-ке бөлейік. Яғни бұл жерде бөлінгіш ондық бөлшектің бүтін бөлігі бөлгіштен кем болса, онда бөліндінің бүтін бөлігі 0-ге тең болады. Яғни 2 5-тен кем болғандықтан біз мына жерге 0-ді береміз. 0-ді 5-ке көбейтіп 0 деп жазып, 2-ні түсіріп, қасына 3-ті жазып қоямыз. Енді 23-ті 5-ке бөлгенде 4-тен береміз. Осылайша азайту амалын орындап, 3-ті түсіріп, қасына 4-ті түсіреміз де 6-дан беріп 30 болады. Азайтқан кезде 4. Осы жерде егерде бөлінгіштің бөлшек бөлігін бөлгенде қалдық қалса, оған қажетінше 0-ді немесе 0-дерді тіркеп жазып, бөлуді ары қарай жалғастырамыз. Яғни біз мына жерде өзіміз ойдан 0-ді береміз. 40-ты 5-ке бөлгенде 8 болады. Азайтамыз, 40 0 болады. Осыдан келіп, мынадай ереже шығады. Ондық бөлшекті натурал санға бөлу ережесі. Ондық бөлшекті натурал санға бөлгенде, оның бүтін бөлігін натурал санға бөліп, бөлу аяқталғанда бөліндіге үтір қойылады. Одан қалған қалдық қажетінше үлестерге, яғни бірліктер ондық үлестерге, ондық үлестер жүздік үлестерге, жүздік үлестер мыңдық үлестерге және тағы сол сияқты ұсақталып бөлу жалғастырылады. Мысалы, нөмірі 874 есепті шығарып көрейік. Біріншісі 12,6 бөлу 3. Мына жерде тұрған 12,3 деген натурал санға жетеді, яғни 12-нің ішінде 3 4 рет кездеседі. Біз 4-тен береміз. 3 жердегі 4-ін 12 деп жазып, азайтамыз да 0-ді жазамыз. Енді мына үтірді мына жерге қойып аламыз. Енді 6-ны түсіреміз. 6-ны 3-ке бөлгенде 2 болады. 2 жердегі 3-ім 6 астына жазып, азайтып 0 деп қоямыз. Жауабы 4,2. Енді төртіншісі 2,4 бөлеміз 8-ге. Бұл жерде 2 бүтін бөлік 8-ге жетпейді, яғни кем болып тұр. Сондықтан біз мына жерге 0 береміз. 0-ді берген екен 8-ге көбейткенде 0 болады. 2-ден 0-ді азайтқанда 2 болады. Енді мына тұрған үтірді мына жерге қойып аламыз да 4-ті жанына түсіреміз. 24 санын 8-ге бөлгенде 3-тен береміз. Азайту 24 0. Жауабы 0,3. Келесі 875 есеп. Біріншісі 3,5 бөлу 7. Бұл жерде де бүтін бөлігі 3 7-ден аз, яғни кем. Сондықтан біз мына жерге 0 береміз. 0-ді 7-ге көбейтсек 0, 3-тен 0-ді азайтсақ 3. Енді мына үтірді мына жерге қойып, мына 5-ті түсіреміз. 35-ті 7-ге бөлгенде 5-тен береміз. 35 азайту 0 болады. Жауабы 0,5. Төртіншісі 67,2 бөлу 21. Бұл жерде бүтін бөлігі 67 21-ге жетеді. Яғни 3-тен береміз. 63 болады. Енді 7-ден 3-ті азайтқанда 4. 6-дан 6-ны алғанда 0. Енді мына үтірді біз мына жерге қойып аламыз да 2-ні түсіреміз. 42-ні 21-ге бөлген кезде 2-ден береміз. Екеуін көбейтетін болса 42 мына жерде 0 болады. Жауабы 3,2.
Оқушылар, егер де видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.